қайырлы күн YouTube оқырмандары, жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Ауру анасы үшін жаман жолға түскен ұл жайында екінші бөлім. Ерланның өмірі өзгере бастады. Күндіз қарапайым жұмысы офисте құжаттар толтыру, кофе ішу, әріптестермен сөйлесу. Бірақ кешке қарай басқа әлем. Клуб оның екінші үйіне айналды. Жанар оны күтетін болды. Әр кездесуден кейін конверттегі ақша көбейіп жатты. Анасының бірінші операциясына жетеді. Бірақ анасының көзі өзгерген. Ол ұлының кеш келуін, жүзіндегі шаршауды, көзіндегі бос көріністі байқады. Бір күні таңертең ас үйде шай ішіп отырып, Айгүл апай сөз бастады. Ерланжан, сен маған шындықты айт. Бұл ақша қайдан? Жұмысыңда қосымша міндеттер ме, әлде бірдеңе ме? Ерланның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Ол шайын араластырып, көзін төмен салды. Анашым, уайымдама, жақсы жұмыс, клиенттермен кездесулер, бизнес қой. Айгүл апайдың қолы қалтырап, шай стақанын қойды. Мен ақымақ емеспін балам. Сен өзгеріп барасың. Күндіз ұйқың келмейді, түнде қайда жүресің? Достарың қоңырау шалмайтын болды. Бұл қылмыстық бірдеңе ме? Ерлан басын көтерді. Көзіне жас келді. Жоқ ана, қылмыстық емес. Тек қиын жұмыс. Сен үшін істеп жатырмын. Операцияңа ақша жинап жатырмын. Анасы тұрып ұлының қасына келді. Қолымен бетін сипады. Мен үшін өзіңді құрбан етпе, Ерлан. Мен өлсем де сенің ар-ұжданың таза болуы керек. Ерлан анасын құшақтады, бірақ сөз айта алмады. Шындықты айтса бәрі құлайды. Кешке клубта Жанар оны күтіп отыр екен. Бірақ бұл жолы жалғыз емес, қасында басқа әйел. 40 шамасында, қымбат киімді, көзінде аш көздік. Жанар Ерланды таныстырды. Бұл Мария, менің досым. Ол сені көргісі келді. Марияның күлімсіреуі Жанардікі сияқты суық. Ол Ерланның қолын ұстап, саусақтарымен ойнады. Сен әдемісің, Жанар мақтады. Бүгін біз үшеуміз бірге. Ерлан өзін нағыз жаман еркек сезінді. Ол Жанарға қарады, бірақ Жанар басын изеді. Бұл қосымша жұмыс, Ерлан, қосымша ақша, бір түн. Бұл ақша анасының химия курсына жетеді. Ол бас тартқысы келді, бірақ анасының әлсіз дауысы есіне түсті. Жарайды, деді ол ақырын. Түн ұзақ болды. Ерлан өзін-өзі жоғалтты. Жанар мен Марияның қолы, күлкісі бәрі араласып, оны тұңғиыққа сүйреді. Ол ойлаумаға тырысты, тек ақша туралы ойлады. Таң атқанда оған 2 конверт берді. 5 миллионнан астам. Сен жақсысың, деді Мария. Тағы келеміз. Ерлан клубтан шыққанда қаланың шуы құлағына батты. Ол такси ұстап үйге қайтты. Жолда телефонға қарады. Досы Еркебұланнан хабарлама. Қайда жоғалдың? Кездесейікші. Ерлан жауап жазбады. Ол енді досына қарай алмайтындай сезінді. Еркебұлан Ерланды бір аптадан бері іздеп жүрді. Телефонға қоңырау шалса жауап жоқ. WhatsAppқа жазса оқыған. Белгісі шығады да үнсіздік. Соңында шыдамай Ерланның жұмыс орнына барды. Офистің алдында күтіп тұрып, түскі үзіліс кезінде ұстап алды. Ерлан, сен неге жоғалып кеттің деп сұрады Еркебұлан, бетінен қарап. Ерлан күлімсіреуге тырысты, бірақ күлкісі жасанды шықты. Ештеңе емес, жұмыс көп. Анау ауруханаға жүгіріп жүрмін. Еркебұлан оны мұқият қарады. Ерланның астындағы көздер, бетінің сарғайғаны, шашының ұйпалақ болғаны бәрі айтып тұр. Сен маған өтірік айтып тұрсың. Кел, бір жерге барып сөйлесейік. Мен саған сенемін, бірақ сен маған сенбейсің. Ерлан бас тартқысы келді, бірақ Еркебұланның көзінде шынайы алаңдаушылық бар екенін сезді. Олар жақын жердегі шағын кафеге кірді. Екеуі кофе алды да терезе жақта отырды. Айтшы, не болып жатыр деп бастады Еркебұлан. Анаңның жағдайы нашарлап кетті ме, ақша мәселесі ме? Ерлан стақанға қарап отырып ұзақ үндемеді. Сосын ақырын ғана, ақша жинап жатырмын. Операцияға жеткіземін деп ойладым. Бірақ қиын.
қанша жетіспейді? Жетеді, қазір жетеді, бірақ әлі де көп керек. Еркебұлан қолын созып Ерланның иығынан ұстады. Сен маған айтпайсың ба? Мен де көмектесемін, қарыз алайын, досымнан сұрайын. Ерлан басын шайқады. Жоқ, сенде де отбасың бар. Мен өзім шешемін. Досы Еркебұлан, сен не істеп жүрсің, Ерлан? Түнде қайда жүресің? Бір жігіт айтты, сені осы бір жерде көрдім дейді. Сол жерде не бар? Ерланның жүрегі шаншыды. Ол бірден жоққа шығарғысы келді, бірақ сөз шықпады. Ештеңе, кездейсоқ кіріп кеткенмін. Еркебұлан үндемеді, бірақ оның көзінде күмән бар еді. Ол сөзін жалғастырмады. Тек, егер бірдеңе болса маған айт, мен сені тастамаймын, сен менің бауырымсың. Ерлан басын изеді, бірақ ішіндегі ауырлық жеңілдемеді. Кафеден шыққанда Еркебұлан оны құшақтап қоштасты. Аман бол досым, деді ол. Ерлан үйге қайтты. Кешке Жанардан хабарлама келді. Бүгін ерекше клиент, ақшасы күндегіден көп. Кешкі 10-да дайын бол. Бұл жолы бай әйел емес, ер адам. Ерлан телефонды қолына ұстап қатып қалды. Осы уақытқа дейін тек әйелдер болған. Жанар, сен әйелдерге ұнайсың деп айтқан. Бірақ ер адам, ол жауап жазбады. Бірақ сағат 9:30-да клубқа қарай жолға шықты. Егер бармаса, ол жұмыстан қуылады. Метро вагонында отырып, өзінен өзі сұрады. Мен қаншалықты төмен түсемін? Ана үшін бәрі рұқсат па? Клубқа кіргенде Жанар оны күтіп тұр екен. Қасында 45-тен асқан қара костюмді, сақалы мұқият қырқылған ер адам. Көзі суық, бірақ қызығушылық бар. Бұл Арман, деді Жанар. Ол сені ұзақтан байқап жүр. Бүгін сен оған тиесілісің. Арман Ерланға қарап басын изеді. Жақсы көрінесің, уақытты босқа өткізбейік. Бәрі жақсы болады. Сен кәсібисің ғой енді. Жеке бөлмеге кіргенде Ерланның аяғы дірілдеп тұрды. Арман диванға отырып, оны қасына шақырды. Қорықпа, деді ол. Мен сені қинамаймын. Сен маған ұнайсың. $100 Ерланның қалтасына қыстырып, ал мен үшін бір түн. Ерлан ішінен, анашым, кешір мені. Түн қорқынышты болды. Ерлан өзін-өзі жоғалтты. Арманның қолы, дауысы, талабы, бәрі оны басқа адамға айналдырды. Ол енді бұрынғы Ерлан емес еді. Таң атқанда Арман тағы да оған конверт берді. Ішінде бірнеше $. Сосын, сен ерекшесің, тағы келемін, деді. Операция күні белгіленді. Дәрігерлердің сөзі қысқа әрі қатаң болды. Егер ақша толық жиналса, келесі аптада жасаймыз. Жағдайы тұрақты, бірақ уақыт аз. Ерлан аурухананың дәлізінде тұрып, қолына ұстаған қағазға қарады. Төлем сомасы әлі жетпейді. Оның қолында қазір жартысы ғана. Ол үйге қайтқанда анасы диванда отыр екен. Қасында кішкентай інісі Әли, қарындасы Аружан. Екеуі де мектептен келген. Анасына сурет салып, әңгіме айтып отыр. Ерлан аға келді деп, Аружан жүгіріп келіп құшақтады. Ерлан күлімсіреді, бірақ жүзі қатып қалғандай. Ол анасына қарады. Айгүл апайдың көзі ұлының бетінен бірдеңе іздеп тұр. Операцияның күні белгіленді, деді ол ақырын. Келесі аптада. Анасының көзі жайнап кетті. Распа, Құдайға шүкір. Балам, сен қалай жинадың сол ақшаны? Ерлан бір сәтке үндемеді. Сосын, жұмыс, қосымша тапсырыстар, кредит алдым, уайымдама. Бірақ Айгүл апайдың көзі өзгерген. Ол ұлының қолынан ұстап, саусақтарын қысты. Сен маған қарашы, көзің бұрынғыдай емес. Не болып жатыр, Ерланжан? Мен анаңмын, мен сеземін. Ерланның тамағына бірдеңе тығылды. Ол қолын тартып алғысы келді, бірақ анасы ұстап тұр. Ештеңе емес анашым, мен шаршадым. Сол күні кешке телефон шырылдады. Жанардан емес, Еркебұланнан. Ерлан, мен сенің үйіңнің алдында тұрмын. Төмен түс, сөйлесеміз. Ерлан терезеден қарады. Рас, Еркебұлан көшеде, машинасының жанында тұр. Ол анасына достарыма барып келемін деп шықты. Төмен түскенде Еркебұлан ашулы көзбен қарады. Мен бәрін білдім, деді ол бірден. Сен әлгі жердің қызметкерлерінен сұрадым.
Сен сол жерде жұмыс істейдің, әйелдерге. Жаман еркек болады екенсің. Еркек емессің бе? Не мынау тірлігің? Ерланның беті қызарып, сен неге араласасың? Бұл менің ісім. Сен менің досымсың деп даусын көтерді Еркебұлан. Сен өзін-өзіңді сатып жатырсың, анаң үшін деп ойлайсың, бірақ сен өзіңді өлтіріп жатырсың. Ерлан артқа шегінді. Сен түсінбейсің. Анама операция керек. Тағы аз ғана. Еркебұланның көзіне жас келді. Мен саған көмектесемін. Біз бірге жинаймыз, қарыз аламыз, қайырымдылыққа жазамыз. Бірақ сен осылай жалғастырма. Сен бұрынғы Ерлан емессің. Мен сені танымаймын. Ерлан басын шайқады. Кеш болды. Мен тоқтай алмаймын. Ақша керек. Қазір керек. Еркебұлан оны иығынан ұстап қатты итеріп жіберді. Тоқта. Сен үшін емес, анаң үшін тоқта. Ол білсе, жүрегі шыдай ма? Ерланның көзіне жас келді, бірақ ол жыламады. Ол білмейді де. Сол сәтте телефон шырылдады. Жанар екен. Бүгін ең үлкен клиент, Арманның досы. Bir түн, ер адам, Қаттыбай. Кешкі 11-де. Бұл соңғысы болуы мүмкін. Операцияға жетеді. Ерлан телефонды қарап тұрып қалды. Еркебұлан хабарламаны көрді. Жоқ, деді ол. Барма, біз басқа жол табамыз. Бірақ Ерлан басын көтерді. Мен барамын, анам үшін. Еркебұлан оны ұстап қалғысы келді. Бірақ Ерлан қолын тартып алып жүріп кетті. Такси ұстап клубқа қарай барды. Жолда өзінен өзі сұрады. Мен қанша рет соңғысы деп айтамын. Клубқа кіргенде Жанар күтіп тұр. Қасында қара костюмді, сағаты миллиондаған тұратын ер адам. Көзі қасқырдай. Бұл Марат, деді Жанар. Ол сені таңдады. Бірақ ол ерекше талап қояды. Ерлан үндемеді. Тек басын изеді. Жеке бөлмеге кіргенде Нұрлан есікті жапты. Сосын сен әдемісің, бірақ мен сені сынап көремін. Егер шыдасаң, ақша сенікі. Ерлан отырды. Ішіндегі дауыс әлсіреп бара жатты. Анашым, кешір. Түн ең ауыры болды. Ерлан өзін-өзі толық жоғалтты. Аяқталғанда Нұрлан конвертті берді. Күндегіден де көп. Ерлан клубтан шыққанда таң атып келе жатты. Анасы әлі ұйықтамай күтіп отыр екен. Ол ұлының жүзіне қарап бірден түсінді. Ерлан, сен не істедің? Ерлан жылады. Бірінші рет. Апа, шаршап кеттім.